Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Етсіз дәмді тағам жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен тағамымыздың қамырын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге ерітілген сары май, жұмыртқа, қант және тұз және су қажет. Барлығын жақсылап араластырамыз. Описание бөліміне барлығын граммдарын жазып қоятын боламын. Араластырамыз, сонан соң үстіне аз-аздан ұнымызды қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бешбармаққа илегендегідей қамыр жасайтын боламыз. Қамырды асықпай илеп, жан-жағын жиыстырып, иін қандыратын боламыз. Сонан соң 10 минутқа ыдысты төңкеріп, демалдырып алатын боламыз. Енді картобымызды пісіруге кірісетін боламыз. Қайнап жатырған суымызға барлық тазартылған картобымызды салып, орташа отта пісіретін боламыз. Жуаны мен 4 бұрышты етіп турадым. Қалауларыңызша турасаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады, бәрі өздеріңіздің қалауыңызға байланысты. Ас көкпен алмастырсаңыздар да болады. Майымызды шыжғырып, қыздырылған табамызда жуаны қызарғанша қуырып алатын боламыз. Он минуттан соң нанымызды бір бастырып жібереміз. Сонан соң бөліктерге бөлетін боламыз, және әр бөлікті ең алдымен дөңгелектеп қолымызбенен бір дайындап алатын боламыз. Менде 12 штук шықты, және бетін жауып қоямыз. 5 минуттай қойсаңыздар болады. Сонан соң шетінен бір-бірден алып, дөңгелек етіп, шамамен 20 сантиметрдей қылып жазып шығатын боламыз. Барлығын жазып дайындап алыңыздар. Енді дайын болған қамырымызды бірінен соң бірін осылай қыздырылған табамызда орташа отта пісіріп алатын боламыз. Бұл бізде өте тез піседі. Жұқа болғасын 1 минут сондай уақытта пісіп болады. Екі жағын қызарта отырып пісіріп дайындайтын боламыз. Енді салмасын дайындап алатын боламыз. Алдымен піскен картобымызды блендерменен езіп алатын боламыз. Сонан соң бетіне қуырылған жуанымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қалауыңызша тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Енді жасауға кірісеміз. Лепешкаларымызды бір-бірден осылай ала отырып, ортасына картоп пюресін саламыз. Жақсылап біркелкі етіп, ортасына салып шығатын боламыз осылай. Сонан соң келесі бетін жабамыз. Бетіне май жағатын боламыз. Осымен дайын. Барлығын осылай жасап шығамыз. Осымен етсіз дәмді тағамымыз дайын болды. Өте дәмді. Жасап көруге кеңес беремін. Тойымды тамақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған мен Нұрайым. Арнамнан алыстамаңыздар, сау болыңыздар.